Өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын домашний лагман жасайтын боламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ендеше біздер 2 кастрөлге су құямыз. Міне бір қазанымызға етімізді пісіріп жатырмыз, бір қазанымызға спагеттиді салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Қайнап тұрған суға міне осылай 10-15 минут пісіріп аламыз. Енді етімізге қалған қоспаларын саламыз. 2 ас қасықпен томат саламыз, және де картопымызды, болгарский перец, морковты барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне бұл осылай пісе береді. Қоспаларымызды қосамыз, тұзымызды, дәмдеуіштерімізді. Енді жаңағы піскен спагеттиімізге осылай сұйық құямыз, жарты кеседей, бір-біріне жабысып қалмау үшін. Енді астына спагеттиді, үстіне жаңағы дайындаған сорпамызды құятын боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны үйреніп сіздер тапсырыс қабылдасаңыздар да болады. Бірақ бұл тек менің оқырмандарым ашылады, сондықтан подписаться кнопкасын басып төменге түссеңіз, сізде мастер-класс ашылады.